Сәлем менің қымбатты оқырмандарым, бүгін сіздермен өте дәмді нарын дайындайтын боламыз. Біздің қамырымыз майланған, майы бір күн бұрын жағып, әдемі сіңіп қойған және етіміз. Осылай екеуін турап, мен сіздерге қандай нарын шығатын көрсететін боламын. Мінекейіңіздер, нарынды турап жатырмыз. Нарынымыз турағаннан кейін шаштай болады. Мінекейіңіздер, нарынның қамыры дайын болды. Шаштай қылып турап қойдық. Енді етімізді турайтын боламыз. Обычный етімізді осындай қылып турап аламыз. Одан кейін әрқайсысын осындай жіңішке қалпында кесіп, одан кейін майдалап турайтын боламын. Мінекейіңіздер, нарынымыздың еттері дайын болды. Енді осы етпен қамырды араластыратын боламын. Мінекейіңіздер, нарынымыз дайын болды. Шаштай әдемі нарын болды. Сәбіз қоссаңыздар болады. Әркімнің өз қалауы. Менің бала шағам сәбіз жемейтін болғандықтан сәбіз қоспадым. Сәбіз қоссаңыздар өте дәмді болады. Және сорпалап, сорпамен бірге берсеңіздер де болады. Сорпаны сақырлатып, қайнатып, жақсылап, үстінен нарынды салып, сорпалап ішеңіздер болады. Ас болсын, менің каналыма тіркеліңіздер, комментарий қалдырыңыздар, лайк басып, қоңыр ошаны басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерден комментарий күтемін.